Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздерге бояусыз қызылшадан жасалатын блиннің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл дастарханда өте әдемі болып көрінеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сізге қажет ингредиенттердің құрамын және граммовкасын описанияға жазып қойдым. Ең алдымен қызылшамызды пісіріп аламыз, содан соң оны теркадан өткіземіз, немесе блендердің көмегімен майдалап езіп аламыз. Майдаланған қызылшамызды салып, үстіне жұмыртқамызды саламыз. Содан соң қантымызды саламыз. Кішкене тұз себеміз, сұйық май және барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Араласқан соң жүгері крахмалымызды салып, бір келкі масса болғанша араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған сүтімізді екі бөліп құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Блинчиктің консистенциясы осындай болу керек. Қызып тұрған табаға шамамен бір ожаудай құйып пісіріп аламыз. Табаны мен алдын ала майладым, бірақ ол міндетті емес. Бұның піскендігі беті кішкене көпіршіктене бастағанда екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Шамамен 25-30 секундтай уақыт кетеді. Салмасына сүзбе, қаймақ және қант қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алдым. Піскен блинчиктерімізді толықтай суытып алдым. Енді осылай аударып, салмамызды бір келкі етіп жайып, орап шығамыз. Содан соң оралған блинчиктерімізді тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Блинчиктерді ассорти ретінде немесе закуска ретінде дастарханға қойсаңыздар болады. Өте әдемі болып көрінеді. Дәмі де өзгеше болып шығады.